Сәлем достар, бүгін біз айраннан құймақ ала деп пісіретін боламыз. Ол үшін бізге айран, жұмыртқа, шекер, ұн, разрыхлитель керек болады. Ең бірінші айранымыздың үстіне жұмыртқаны қосып, екеуін араластырып аламыз. Кейін үстіне шекерді салып, шекеріміз ерігенше араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне тұз салып, оны разрыхлителімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Және соңғы үстіне майды қосып, тағы да араластырып аламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін ысып тұрған тапамыздың үстіне сәл ғана май жағып, екі жағын сарғайтып пісіріп алатын боламыз. Дәмді шықты. Сіздерге де осылай дайындауға кеңес беремін. Рахмет.